Барлық мақтау мен мадақтар Раббымызға тән, пайғамбарымыз Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалям Алланың сәлемі мен игілігі болғай. Бүгін мен сіздерге Рахманның сыйларының бірін айтудан бұрын маған мынандай бір сұрақ қойылған еді, соған тоқталғым келеді. Бір адам маған былай дейді: сен күн сайын бізге Алланың сыйы аз ғана амалмен барлық күнәні кешіруі, өте қарапайым істермен миллиондаған сауап беруі деп айтып жүрсің. Қалай сонда? Осыншалықты оңай ма? Жәннат шынымен осылай оңай ма? Яғни бір адам өмір бойы қателесіп жүріп, кейін аз ғана амал жасаса, Алла оны кешіре сала ма? Онда біз еркін күнә жасай береміз ғой деп сұрады. Мен айтайын, сіздер пайғамбарымызға салауат айтып алыңыздар, саллаллаху алейхи уассалям. Қараңыздаршы, құрметті оқырмандарым, кешірім екі түрлі болады. Адамдардың алдында күнәлар, Алла оларды кешірмейді. Егер сен қиянат жасаған адам сені бұл дүниеде кешірмесе, немесе қиямет күні Алла оны разы етіп саған кешірім беруіне себеп болмаса. Сондықтан адамдарға зұлымдық жасау, әділетсіздік жасау, олардың ақысын жеу, әділетсіздік ету оларға өте қауіпті. Ал Алланың алдындағы күнәларға келсек, бұл Алланың өз ісі. Алла тағала, құрметті оқырмандар, әл-уасия, кең кешірімнің иесі, беруі кең, жомарттығы кең, кешірімі мол сондай. Алла өз құқығында өте кешірімді, ал адамдардың құқығында әділ әрі есепті тез алушы. Сондықтан таңғалмаңыз, егер жәннаттың өзі Алланың жаратылыстарының бірі бола тұра, онда адам ойына да келмейтін нығметтер бар болса, онда Алланың өзі жаратушы, беруші, кешіруші, оның кешірімі мен мейірімі қандай болатынын ойлап көріңіз. Сондықтан мен сіздерге бірнеше секундтық амалмен ондаған жылдық күнә кешіріледі деп айтсам, таңғалмаңыз. Бұл Алланың зор рахымның иесінің Алланың кешірімі. Бұл сені жаратқан Раббың. Көп адам айтады: Аллаға шүкір, біз құлшылық ететін Раббымыз осындай керемет деп. Сен Раббыңды осылай тану керексің. Сен оған осылай байланып өмір сүру керексің. Сондықтан ғалымдар бізге былай дейді: «Ва куллу ма хатара би балика фаллаху фауқа залика». Қиялыңа келген кез келген нәрседен Алла одан да жоғары. Сен Алламен жасайтын ең аз саудаңның өзінде ұтасың. Алланың алдындағы ең үлкен күнә да Алланың кешірімі мен мейірімінің ұлылығының алдында жойылып кетуі мүмкін. Неге? Өйткені сен Алла үшін өте қымбатсың. Сенің аз ғана амалың Алланың сені ондаған күнәдан кешіруіне, саған разы болуына жеткілікті. Ғалымдарымыздың бірі өзінің керемет еңбектерінің бірінде былай дейді: адам баласының бойұсынғаны Алла алдындағы дәрежесі жағынан періштелерден де жоғары дейді. Аллаху акбар. Оған қалайша деп сұрағанда, ол ғалым былай жауап берген екен: өйткені адамға таңдау берілген, ол күнә жасай да алады, бойұсына да алады. Ал періштелер туралы Алла тағала Құранда былай дейді: «Ла ясун Аллаха ма амарахум ва яфалуна ма юмарун». Тахрим сүресінің аяттары: олар Алланың бұйрығына қарсы келмейді және не бұйырылса соны орындайды дейді. Ал таңдау бола тұра Алланы таңдаған адам, күнә жасай алатын бола тұра Алланы таңдаған адам Алланың алдында періштелерден де жоғары деп жауап берген ғалым. Сен ұлысың, сен қымбатсың, сен Раббыңның алдында қадірлісің. Мен саған бір нәрсе айтайын: адам бір зікірді немесе бір амалды Алланың разылығы үшін кешірім сұрау ниетімен орындаса, сол сәттегі күнәсін сезінуі, сол сезіммен Аллаға жүгінуі Алланың алдында жеткілікті амал болып саналады. Яғни адам: «Уа Раббым, мен қателестім, осы зікірді айтып отырмын, осы жақсы істі жасап отырмын, осы кішкентай көмекті көрсетіп отырмын, өзіме өзім, сен мені кешіріп, маған разы болшы» десе, сол сезімнің өзі Алланың алдында жеткілікті екен. Аллаху акбар. Сол кезде Алла оның күнәларына мүлде мән бермейді. Тіпті ол күнәлар аспанның шегіне жетсе де. Сен мына хадисті білесің бе? «Я ибади, лау балағат зунубукум ананас сама, thumma стағфартумуни, ғафарту лакум уәлә убали». Тирмизиде келген сахих хадис: «Уа құлдарым, егер сендердің күнәларың аспанның шегіне жетсе де, кейін менен кешірім сұрасаңдар, мен сендерді кешіремін және оған күнәларға мән бермеймін» дейді. Алла үшін ондаған жылдық қателікті бір сәтте кешіру
өте қиын іс емес, жеп жеңіл іс Алла үшін. Тағы бір шындықты айтайын, осындай керемет сыйлар мен ұлы ұсыныстарға қарамастан адамдардың көбі зікір айтуды ұмытады, яғни Алланы еске алуды, тәсбих айтуды ұмытады, истихфар айтуды ұмытады, пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам салауат айтуды ұмытады. Кедейге 1-2 10 теңгесін де қимайды. Кейде адам өзіне де, Раббысына да сараңдық жасайды. Сондықтан келсейік, иманы жоғары адамда, иманы әлсіз адамда, амалы көп адамда, амалы аз адамда бәрінің Алламен өз орны бар. Үлкен амалмен де, кіші амалмен де бұл Алланың бізге берген үміті. Ол үміт осы кішкентай амалдарда, осы Рахманның сыйларында. Сондықтан мен әрбір сыйды айтқанда таң қалмаңыз. Қалайша Алла кешіреді, қалайша миллиондаған сауап береді деп. Бұл сені жаратқан Раббың, ол әлемдерді жаратқан Раббың, ол шүкірді жақсы көретін, азды ғана сұрайтын, ал оған көп сауап беретін. Ол азды да сенің пайдаң үшін сұрайды, аз сұрайды. Кім үшін? Біз үшін. Көп береді, тағы да кім үшін? Біз үшін. Міне Раббымыз осындай керемет. Сондықтан Рахманның сыйларына ешқашан таң қалмаңыз.